Мен Жанжігіт Өркен Романұлы. Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Саятөс ауылының тұрғынымын. Мен 8-ші сыныпта оқимын. Ауылымыз қырдың үстінде орналасқан, жер көлемі де халық саны да шағын. Ауылымыз күннен күнге даму үстінде, табиғаты жағынан ауасы ерекше таза. Мен ауылымның және жалпы табиғаттың жай-күйіне мән бермеппін. Мен енді басқаша шешім қабылдадым. Біздің күнделікті тіпті үйдің айналасындағы қоқыстарды да жинамауымыз, ауланы таза ұстамауымыз табиғатқа үлкен зиян әкелетін шағын қадамдар екен. Көп уақытымызды телефонға арнайды екенбіз. Ең азы күнделікті өмірде судың өзін үнемдемейміз. Ал ғаламшардың тіршілік көзі су емес пе? Мен өзгерістерді әжемнен ақыл сұраудан бастадым. Ақылыма осы Маңғыстау және Саятөс аумағына тиесілі қандай киелі шөптерді білесіз? Маңғыстау бойында, оның ішінде Саятөс ауылының маңайында өте қасиетті емдік шөптер көп. Мысалы, жантақ дейтін шөп болады. Адам аяғына қолына кіреді деген шөп. Ол шөптің адам баласына емдік қасиеті көп. Іш құрылысы, қан қысымдарына өте пайдалы, жүрек ауруларға шай қылып ішеді. Адыраспан дейтін шөп бар. Адыраспанда емдік қасиеті бар шөп. Сосын мал жайылымына, мал семіртуге, жусан, құйрық дейтін шөптер бар. Ол шөптерді қай 4 түлік малдың бәрі де жейді. Сосын мына жерден шығып атқан Саятөсіміздің маңайында таудың жиегінде әртүрлі бұлақтар бар. Сол бұлақтан қамыс өседі. Жаңағы мына халықтың малдары су ішеді. Қаладағы аңдар да сол бұлақтардан су ішеді. Бұлақ көрсең көзін аш деген мақал да бар. Сол бұлақтарды былай жолдың су жүргенде көзі бітеліп жатса, көзін ашып қойсаң үлкен сауап болады. Мына Маңғыстаудың шөптері жаңағы мына жоғарғы жылы жақ, Қызылорда, Жамбыл жақ, Шымкент жақтарда көк шөп көп болғанменен біздің елдің көрінбей жатқан құйрық деген шөптер өте малға пайдалы. Оны жеген малдың етін жесек, еті дәмді болады, адам денсаулығына пайдалы. Сосын мына сөксеуіл жыңғыл дейтін, ол мына үкіметтің қызыл кітап дейтін аңдарды өлтіруге алуға болмайды. Сол сияқты сөксеуіл жыңғылдарды да сол қызыл кітапқа қорыққа қойған алуға болмайды. Көбейтіп өсіру керек. Мына сөксеуіл дейтіндер көп жерде жоқ. Мына Тұзбайыр дейтін жақта, терең өрпа дейтін жақтарда әр жерде азғантай өседі. О да қасиетті жақсы шөптер, жыңғыл дейтін шөптер. Жыңғылды дейтін мына Жармыш жақта бар, жыңғылды дейтін жерде өсіп тұрған. Оның бәрін қорғайды. Шауып алып атқан адамдар болса алуға болмайды. Денсаулыққа пайдалы. Жаңа сөксеуілдерді мына құм сенек жақтарда, ұштаған жақтарда құм көп. Сол құмның бер жағынан ексе, жаңағы құмды тосқауыл ұстап тұрады жаңағы шекарасы. Елде құм басып қалмау керек бұл жерде. Маңғыстауымызда криготы дейтін шөп бар, ертоғы дейтін шөп бар. Сосын түйе жапырақ дейтін шөптер бар. Түйе жапырақ дейтін шөптің көктемде шығады, тамыры, о да денсаулыққа әртүрлі ауруларға емдік қасиеті бар. Осы қырдың үстінде Саятөс маңайына шығатын шөп. Табиғатты таза ұстасаң денсаулыққа пайдалы. Біздің мына Саятөсіміз бір жылдарда су жоқ болып өсіп тұрған талдың бәрі қурап қалып еді. Қазір жақсы көркейіп жатыр. Суды үнемдеп, елді көгалдандырсаң денсаулыққа пайдалы болады ағаш сайғыз. Қоқыс тастамай көшеге жүргендерде де мусорын тасып лақтырып жатса, іні қарындастарыңа көшеге қоқыс тастама, мусорға таста, белгілі бір орынға таста деп тазалықты сақтап, суды үнемдеу керек. Сусыз тіршілікте жоқ. Адам баласына да, мал жануарға да, жерде өсіп жатқан шөпке де сусыз ештеңе жоқ. Бәріне де суды үнемдеп, бәрін тиісті жерлеріне пайдалану керек. Адам соны үйреніп біліп ал. Әжең айтқан өмір бойы сабақ болсын. Сол ақылым айтады. Дереу жұмыс киімдерін кидім де үйдің айналасын тазалауға шықтым.
Осылай әр адам өз ауласын күнделікті ертеңге қалдырмай таза ұстаса, бұл өзі үшін физикалық жаттығу, ал табиғат үшін ең үлкен сый болар еді. Пластик қалдықтар табиғатта 500 жылда ыдырайды. Бұл 500 жылға дейін бойынан химиялық у тарайды деген сөз. Ал суды үнемдемеу тұщы су қорын болашақтағы су тапшылығын тудырады. Достарымның көмегімен қалдық ағаштардан құстырға деп ұя салдық. Оны мектеп жанындағы ағаштарға бекіттік. Бұл біз үшін мақтаныш. Тек үй айналасын емес, қоғамдық жерде, әсіресе білім ордамызға күнделікті барғасын қалдықтарды тазарту азаматтық борышымыз деп есептейміз. Мені қоршаған әлем өте ғажайып әрі бай әлем. Табиғатта өсімдіктер, жануарлар, таза ауа, су, таулар мен далалар бар. Олардың барлығын бір-бірімен байланысты және адам өмірі үшін өте маңызды. Егер табиғат таза болса, адамдар да дені сау болып өмір сүреді. Табиғатты қорғау тек бір адамның емес, барлық адамдардың ортақ міндеті. Егер біз табиғатты аялап, оған қамқорлық жасасақ, болашақ ұрпаққа әдемі әрі таза әлем қалдырамыз. Сондықтан мені қоршаған ғажайып әлемді қорғау біздің қолымызда.